Саламатсыздар ма? Бұл менің бірінші сабағым. Бүгінгі алғашқы сабағымызда біз C++ бастамасын өтеміз. C++ тілімен жұмыс істейтін бағдарламалар көп. Ең көп қолданылатыны Microsoft Visual C++ және Borland C++ Builder. Біз бүгін Borland C++ Builder бағдарламасының консольді режимімен жұмыс жасаймыз. Ол үшін сол бағдарламаға кірейік. Ол бағдарлама бізде пуск, все программы, Borland C++ Builder алды, C++ Builder алды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл Delphi 7 бағдарламасына қатты ұқсас. Компоненттер палитрасы, қасиетті тізімі сізге таныс. Бірақ біз бұл мәселені бүгін қолданбаймыз. Бізге консольді режим керек. Оны ашу үшін File, New, Other, Console Wizard. Өздеріңіз көріп тұрғандай, код терезесі ашылды. Мына аймаққа біз кітапханалық файлдарды енгізейік. Бүгінгі қолданылатын кітапханалық файлдар stdio.h және conio.h. stdio.h кітапханалық файлының ішінде printf, scanf секілді пайдалы функциялар бар. Ал conio.h-та get секілді функциялар бізге қазір көмегін береді. Бүгінгі біздің практикалық жұмысымыз экранға жазу шығару. Ол үшін stdio.h кітапханалық файлындағы printf функциясын қолданайық. Мінеки жазып болдық, ал енді тексерейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өзіміз енгізген сөзіміз жазылып тұр. Міне осымен бітті. Келесі сабаққа кездескенше.